Сәлем оқырман, менің үй жинағаным көпшілік оқырмандарыма өте қатты қызық екен. Негізінде бүгін мен үй жинаған жоқпын, жай ғана бетін ғана тазалап қоя салдым, сыпырған жоқпын, жуған жоқпын. Көп қыздар шаршамайсыз ба, күнде бір тірлік, не деген сұмдық дегеннен кейін бүгін демалдым. Құрсын, өтірік айтамын, біреу айтқаннан кейін емес, өзім демалғым келді, сол үшін аптасына бір рет демалып тұрамын осылай. Түске дейін жақсылап демалғаннан кейін өзім осылай үйлердің барлығын жинап шықтым. Сосын әрине кешкі асқа кірістім. Кешкі асқа пияз нан, бауырсақ и сорпа. Қыздар, барлықтарыңызда солай ма? Таңертең ерте тұра салып, көзіңді ашып, кешкі асқа қандай дайындық, қандай тамақ істеймін деген уайымның барлығы сол менде. Үйде жүрген кезде мамамнан сұрайтынмын ғой, кешке қандай тамақ істейміз депші. Мамам көреміз дейтін. Неге осы көреміз деген еткенде ойланатынмын кезінде. Сөйтсем, анамыз да біз сияқты уайымдап жүреткен ғой, кешке қандай тамақ істеймін депші. Басымызға түскеннен кейін енді біліп жатырмыз бәрін. Кезінде ештеңе білген жоқпыз. Ертең өзіңнің басыңа түскен кезде білесің деген осы екен ғой.